Тәтенов па? Тәтенов. Сіз барсаңыз айта беріңіз сөйлеуге. Сіз аяқ болып қойдыңыз ба? Міне ол. Мына жаққа деп Қол қойдым. Тәтенов Панат. Сәлеметсіз бе, құрметті қоғамдық тыңдауға келген қатысушылар, өзіңізді таныстыруға рұқсат етіңіз. Лауазымды аты жөні Исмаилов Ербол Тағандыбекұлы, Керқара ауылдық округінің әкімі. Қазақстан Республикасы табиғатты қорғау заңнамасына сәйкес Жамбыл облысы Талас ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу барысында Талас ауданы Майтөбе және Қожықапар ауылдарын газбен қамтамасыз ету жоспары бойынша объектіге әсерді бағалау есеп бойынша үшін материалдар бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізеді. Ақпарат жұртшылыққа газет және телеарнасы хабарландыру арқылы жеткізілді. Хабарландыру тақтасына сондай-ақ Жамбыл облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының интернет ресурстарына орналастырылды. Қоғамдық тыңдаулар жергілікті атқарушы органдар өкілдерінің мүдделі жұртшылықтың қатысуымен өткізіледі. Тыңдаушылар ашық деп жариялаймын. Сондай-ақ қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидалары 22-ші тармағына сәйкес залда аудио жазба жүргізіледі. Қоғамдық тыңдауларды өткізу кезінде мүдделі мемлекеттік органдар жұртшылықтың ескертулері мен ұсыныстары нақты тұжырымдалмаған және ескертулер мен ұсыныстардың мәнін көрсетпейтін немесе қоғамдық тыңдаулардың мәніне анық қатысы жоқ, тыңдаулардың барлық қатысушылардың жай көпшілік дауысымен дауыс беру нәтижелері бойынша ескерілмейді. Тыңдау барысында және чатта балағат сөздер айтуға, қорлауға жол берілмейді. Қоғамдық тыңдаулар өткізу үшін төраға мен хатшыны сайлап алуымыз қажет. Төраға ретінде мен өзімді ұсынамын. Исмаилов Ербол Тағандыбекұлы, әзірлеушінің өкілінің хатшысы есебінде. Өзімді танысып өтешайын. Мен өзімді хатшы ретінде сайлап ұсынып отырмын. Есімім Айман болады. Қазір болсын болмасаңыздар, өзім хатшы болайын. Дауыс беруіңізді сұраймыз. Кім жақтайды? Қолдарыңызды көтеріңіздер. Кім қарсы, қалыс емес көтеруді сұраймын. Регламентте бекітіп алайық. Ұсынылатын баяндама регламентке 15 минут. Кім жақтайды? Қол көтеруді сұраймыз. Ұсынылатын талқылау регламенті әр сұраққа 5 минут. Ұсынылау қорытындылау регламенті бойынша 5 минут. Жақтап қол көтеруді сұраймыз. Қаулетті баяндама регламент бойынша 10 минут, талқылау бойынша 5 минут, қорытындылау регламенті 5 минут. Хатшыға кім қарсы емес деп санайды. Сіздің назарыңызға аты жөніңіз? Айман. Баяндамасын тыңдауға ұсынылады. Рахмет сізге. Енді баяндамасын оқушысы айтып бересіз. Жобаланатын трасса әкімшілік жағына Жамбыл облысы Талас ауданында орналасқан және Қаратау қаласының оңтүстік-шығыс бөлігінде басталып, Майтөбе ауылына дейін жобаланады. Осы жобаны әзірлеудің мақсаты Жамбыл облысы Талас ауданының Майтөбе, Қожағапар және Үштөбе ауданын тұрақты және үздіксіз газбен қамтамасыз ету болып табылады. Енді бұл жерде осы жобаға келетін болған кезде, бұл жерде Белікөл көлі 5 км аралықта орналасқан, яғни бұл жерде газ құбырлары құрылыс кезіндегі жер үсті суларға ешқандай кері әсер тигізбейтіні анық. Енді бұлай жобаның өзіне келетін болсақ, бұл жер жобаның негізгі мақсаты алда айтқанымыз Майтөбе, Қожағапар мен Үштөбе ауылдарының газбен қамтамасыз ету мақсатында жүргізіліп жатыр. Енді бұл жерде жоғары қысымды газбен жабдықтау құбырлары, мысалға полиэтилен құбыры 25 км аралықшыға дейін жетеді, және де бұл жерде жалпы болат құбырлары 9 метр. Және бұл жерде басқасына орташа және төмен қысыммен құбырлары келетін болса, бұл жерде бірінші орта қысымы 466 метр және төмен қысымы 3 км аралықшылығымен жерді алып отырады. Енді бұл жерде газ қысымы жоғары деңгейде орташа деңгейге дейін төмендету үшін және оны белгіленген деңгейге ұстап тұру үшін шкаф типіндегі газ реттеу пункттері орнатуы қарастырылған. Қожағапар ауылында, Майтөбе ауылында және де бұл жерде Үштөбе ауылдарында осы аталған пункттер газ қысымын реттестіру үшін, яғни жоғары қысымнан орташа қысымға түсіру үшін бұл жерде реттегіш РДГ 150 болатын ГРП-шылар орнатылатын болады.
Енді бұл жерде дәл осы құрылыс жұмыстары келетін болсақ, жоғары қысымды жеткізуші газ құбыры жер асты тәсілімен жобаланады. Газ құбырының жоғары бөлімге дейін төсеу тереңдігі 1 метрге дейін құрайды. Газ құбыры қалыңдығы 10 см құм негізде траншея төселінеді. Одан кейін бұл газ құбыры салынғаннан кейін барып, үстінен 20 см-ге дейін құм төселінетін болады. Және осы бұл жерде құрылыс барысында бұл жерде газ құбырлары негізінен жер үстімен және жер асты тәсілімен орындалатын болады. Және осы құрылыс барысы атмосфералық ауаға бөлінетін ластағыш заттар болады. Ол техника немесе техника, тұрмыстық қатты қалдықтар және тағы басқа осы қалдықтар түзілетін болады. Осы қалдықтардың мысалы жер асты суға және топыраққа, ауаға ластағыш заттардың түспесі үшін бұл жерде бөлінген контейнер қарастыратын болады. Әр қоқыс, осы қалдықтар бөлек-бөлек жиналатын болады және уақытылы оны кәдеге жаратуға әкететін болады. Және жер асты суларға келетін болса, бұл жерде зияны төмен, және жер асты су бұл жерде 5 км ағашты орналасқаннан кейін оған кері әсер тигізбейді. Және де осы құрылыс барысында жер асты сулардан су алынбайды, яғни бұл жерде тұтынушы импорттық су қолданылатын болады. Ал және де мысалы сарқынды суларды, бұларды енді арнайы биотөліктерге төгілетін болады, қолданатын болады. Және де айта кетсем, бұл жерде мысалы ағаштарды кесу, мәжбүрлеу, көшіру ондай мәселе қарастырылмаған. Яғни бұл жерде жер асты суларға ластағыш заттар және де бөлінбейтін болады, кері әсер тигізбейді, ағаштар кесілмейді. Одан кейін бұл жерде атмосфера бөлінетін ластағыш заттар мысалы бұл жерде белгіленген нормативтерден аспайтын болады. Құрылыс негізгі жобасының уақыты 5 ай деп айтқым келеді. Және де осы экология жоба бойынша экология жағын сұрақтарыңыз бар болса қойсаңыздар болады, немесе құрылыс жағынан сұрақтарыңыз болса мына жігітке сұрақ қойсаңыз болады. Осы құрылысшыға ол сізге түсіндіріп беріп береді. Жаңа ағаш кесілмейді деген қандай ағаш ол? Егер осы жолда ағаштар деген ғой, ондайға тиіспейді. Орман дегендерге отпен. Сондай ма? Бізде шарбақтарда ағаштар тұр ғой мысалы. Оны кесе береді ғой. Негізінен бұл жерде заң бойынша бұл жерде құрылыс кезінде ағаштарды кесуге болмайды. Бұл жерде компенсационный посадка деген нәрсе бар. Кесілген ағашты ол ағашқа беріледі. Ол басқа нәрсе, ол сізге өз үй жағын айтып ауаға кірген кезде өзіңіздің ауаңызда өзіңіз не істейсіз ғой. Соны мен ойлап отырмын, назға түсіп кетер ме, бәле бола ма? Жоқ, уайымдамаңыз, бәрі жақсы. Оны кесе беруге болады ғой бізге өзімізге. Үйіңіздегі болады ғой. Именно воздух жүзілген ғой. Жоғары жақтан жер асты емес аха. Содан қорқып отырмын мен. Жел тұрса сынып қалып ана бәлеге түсіп кетер ме деп. Ондай болатын сөйл әжім салып тастағым ұстап. Ол ағашта. Болды, түсіндік. Так, неге қатысты бір сұрақ қойсам ол ма? Бұл неден тыс? Қоя беріңіз. Осы жобаға қатысты болса қоя беріңіз. Атабай Тұрлыбай. Қарияларым отыр, осы мәселе туралы тоқталып өтші өзің. Атабай Тұрлыбай қазір несі жасалады? Земпроект жасалады. Қосақталынып. Сосын проектировщиктен қанша болатынын біліп, ақшаны отырғызып, несін жобаны жасайды ғой. Жоба жасайды и қанша ақша керек болады, соны аудандық акимат бөлемі, бөлмеймі, аудандық акиматтың бюджетіне байланысты. Жоқ, мейлі бізге бетейік. Маған беріліп жатқан тапсырма, қазір хаттамалық тапсырма бар, әкім есебінде көтерілген, енді екі ауылымыз қап бара жатыр ғой. Қап Үштөбе, Қожағапар, Майтөбе. Екі ауыл өте үлкен шум шығарып жатыр. Маған жеке өзіме де, мен олар тұрғылдармен барып жолыққанда да, енді мен олардың мойныма қойылған. Құжаттар бәрі рәсімделіп жатыр. Главное бізден ПСД мен экспертизаны шығарып келейік. Енді бюджет қолдайды, қолдамайды, ол екінші этап. Біз өзімізге қатысты жұмыс жасап қойдық. Қарай, биология болмаса келесі жылдары деген мәселе болып көрдіңіз ба? Мен сол жаңағы нені ПСД-ны дайындап отырып қой. Главный қозғалыс бар екен. Екі ауылымызға қатысты қозғалыс бар. Осы еді ғой. Жаңа неме бірінші мана неді Үштөбеде. Бірінші кіріп кетті. Үштөбе мен Қожағапар, Майтөбеге кірдік. Бірінші дейміз ғой. Енді Тұрлыбай, Қансықпен Атабайымыз қалды. Осы екі ауылда. Ойықты білесіз не сосок алдырып кеткенбіз. Неге давлениеден кірпішімен абай кете береді. Бірақ оны мына ауданнан қаржыландыра ма? Жоқ, енді бірінші құжат рәсімделеді ғой, көрдіңіз ба? Қазір бірінші жобаны жасап, қанша ақша кететінін санау керек. Содан кейін қанша ақша кететінін санап алғаннан кейін осынша ақша беріңдер біз мынаған. Соған жеткізейік деген кезде ақша бөлінеді сол кезде айтады. Бірінші этапы, бірінші қадам жаңағы қанша ақша кететінін санау керек. Есеп өзі уақыты болып тұр ғой.
болыпты. Ол да кезек Олар да енді мынау елдің бәріне газ келіп отқаннан кейін міне көрдіңіз ба, газ қосылғаннан кейін бізге барып жолыққан сайын айтады, мына бізге газ бола ма, болмай ма деген сияқты сұрақ қояды. басқа да сұрақтарыңыз бар ма, құрметті ауыл тұрғындары? Ол бекте берейік анда. Бекітетін ғой. Қорытындылап жіберейік аха. Хорошо, мүдделі мемлекеттік органдар немесе тұрғындардың осы баяндамаға қатысты сұрақтары бар ма екен? Жоқ болса, онда қатысқандарыңызға барлығыңызға рахмет. Тыңдаулар нәтижесі бүгінгі талқылаудан кейінгі айтылған ескертулер мен ұсыныстарды ескере отырып, қоғамдық тыңдаулар хаттамасы рәсімделеді. Сондай-ақ тыңдаулар хаттамасы бірыңғай экологиялық порталда, сондай-ақ Жамбыл облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану реттеу басқармасы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің интернет ресурсында тыңдаулар өткізілгеннен кейін 2 жұмыс күн ішінде қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидалары көзделген мерзімде жарияланатынын хабарлаймыз. Яғни әлеуметтік желіде де жарияланады осы. Яғни бұл жобаны қолдайсыздар. Газ келді, не болды? Жасыратын ештеңе жоқ. Үлкен рахмет сіздерге.